Баршаңызға қайырлы күн. Пайғамбарымыз тыйым салған есімдер. Ата-ананың алдында баласына жақсы тәрбие берумен, имандылыққа баулумен қатар тағы бір басты міндет бар. Ол балаға мағыналы ат қою. Дініміздің діңгегі кең етек жайғалы мұсылманша ат қою жақсы үрдіске айналып отыр. Алайда балаға ат беруде ардақты пайғамбарымыз мүлде тыйым салған есімдері де бар екенін біліп жүргеніміз жөн. Алла елшісі нәрестеге пұттардың атын беруді, жалпы мағынасы исламға мүлдем жат есімдерді беруге тыйым салған. Мысалы, пайғамбарымыздың дәуірінде кең тарап кеткен аттардың бірі санам. Санам әйел сұлулығының символы болған пұттың есімі. Сүйікті елшіміз бұл атты қоюға өзі тыйым салған соң, сол кездердегі білместікпен осы есімді иеленгендер мағынасы бар жақсы аттарға ауысып жатты. Сондай-ақ балалы Алла тағаланың есімдерінің бірімен атау да дұрыс емес. Егер алдына абд тіркесін қоятын болса, рұқсат. Мысалы, Абдулла есімінің мағынасы Алланың құлы. Мұндай есімдер мұсылмандардың арасында кең тараған әрі мағынасы да келісті. Абду Хурайра атымен белгілі сахабаның ата-анасы оған Абдуш Шамс деп есім берген екен, яғни күннің құлы деп. Расул Алла сахабаның есімінің дұрыс қойылмағанын ескертіп, оны Абдур-Рахман, мейірімді Алланың құлы деген атқа ауыстырды. Есімдерді қысқартып, алдыңғы мағынасын мүлдем өзгертіп айту да құпталмайтын іс. Пайғамбарымыздың сендер қиямет күні өз есімдеріңмен немесе әкелеріңнің есімдерімен шақырыласыңдар. Олай болса, балаға әдемі есім қойыңдар деген хадисінің иісі мұсылман жан естен шығармаған жөн. Қазақ каналының дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.